Мәйітті жерлеу үшін оқу-сауықтыру лагерінің басшыларынан рұқсат алуға мәжбүрміз дейді Түркістандағы бірнеше ауылдың тұрғындары. Себебі Төле би ауданындағы 3 ғасырлық тарихы бар Қақпатас қорымы 2005 жылы Балдәурен лагерінің аумағына кіріп кеткен. Содан бері жұрт мүрдені жерге тапсырмақ түгілі бейіттің басында Құран бағыштау үшін мекеме басшыларының қас-қабағына қараймыз дейді. Ол аздай мазарат маңы жын ойнаққа айналып барады деп ашынады. Жұрттың мұңын Бекабиев тыңдап келді. Ата-бабасының басына Құран бағыштауға ниетті жұрт кезекті рет оқу-сауықтыру орталығының қақпасының алдында тұруға мәжбүр. Себебі 3 ғасырлық тарихы бар Қақпатас қорымына тек осы лагерь арқылы ғана баруға болады. Ал бұл мазаратқа Нысанбек және Қайнар ауылының жұрты әліге дейін мұнда о дүниелік болған туыстарын қояды. Бірақ 2005 жылы жергілікті шенеуніктер лагерьге жер бөлу кезінде ескі орынды қосып бере салды дейді. Сол кезде Ленгердің жер комитеттерінің бұл ошибкасы. Соны бұлықтырықта кадастрлардың қателігі. Соны келіп тапа сөйемкі істелмеген әші зауықшы істегенде жіберген бәрін. Ал кейін 2018-де артек болды, олар алғанда сол госақта әші кабирді саған. Негізі территориясын өлшеу керек. Қорымға бару үшін лагерь басшысының рұқсатын алған соң журналға жазылып, күзеттің бақылауымен ғана жүруге болады. Сұмдығы сол демалыс аймақтарының ортасында тұрған бейіт жын ойнақтардың ордасына айналып дейді. Кедергісі көптеп келушілері аз болған соң Қақпатас қорымының бір бөлігі бөлініп, тіпті адам сүйектері көп шығады екен. Бұл жолда бірнеше мүрде аяқ асты болып шықты. Балдар менен қыздардың өсерді жыныс ойнақы болып жүрген жерлерін байқадым талай. Содан енді бұл әулиелі жер мазараттың өзі жыны ойнақыға айланып кетті. Әлгі үрметтемеді әруақтарды, құрметтемеді. Сол үшін бізге тазалық керек, басқа керек. Осы мына жас қазіргі мына басшыларға айтарым, мынау өлі разы болмай тірі байымайды дейді. Ал жергілікті басшылар кезінде аудандағы шенеуніктердің былықтырғанын мойындайды. Бірақ қаржы министрлігі мен оқу ағарту министрлігінің теңгеріміне кеткен 2 гектарға жуық мазаратты қайтару үшін қанша арыз жазғанымен мардымды жауап болмай жатыр деп ақталды. Шешімі тек қана жаңағы аталған министрліктер бәрі отыр, бір бұл айтқанда консилиум жасап, жиналыс жасап, ақылдасып, енді бұлай нақты 28 соттық мазараттың орнына кіріп тұрған анық көрініп тұр. Енді соны қайтаруға аудан арна жерін қайтарып, мазараттың орнына бөлек мемлекеттік акт заңдастырып беру тек қана. Яғни лагерь аумағына өткен мазаратты қайтарудың машақаты көп. Ал марқұмдарды жерлеп Құран бағыштау үшін әркімге жалынудан мезі болған жұрт Қақпатас қорымына барар жолды тау арасымен өздері салып жатыр. Бекабиев, Евгений Сергеенко, КТК, Түркістан облысынан.